Сәлеметсіздер ме? Менің атым Құзайхан Аиша Жайдарбекқызы. Мен 87-ші Абай Құнанбайұлы мектебінен келдім. Маған осы отбасылық конкурс өте ұнады. Мен бұл конкурста би биледім, сосын домбырамен күй шерттім. Бүгінгі іс-шара өте үлкен дәрежеде өтті. Осы іс-шараға шақырған тұрар саптарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Мен Қазақстан Жастар Конгресі атынан келіп отырмын осы іс-шараға. Елорданың жас отбасылары арасында өткізілген бұл сайыс басқа отбасыларға, жас болсын, жалпы отбасыларға үлгі өнеге, қоғамдағы ажырасу сынды жайттарды жоюға, осылай өнегелі отбасыларды насихаттауға үлкен себеп деп айтсақ болады. Алдағы уақытта бұл жоба республикалық көлемде барлық өңірлердің басын біріктіріп өткізіледі деген ойдамын. Барлығыңызға сәттілік. Бүгін осы мереке қарсаңында болып жатқан отбасылар сайысы керемет деңгейде өтіп жатыр, өз мәресіне жетті. Бүгінгі сайыста барлық отбасыларымыз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрлерімізді дәріптеп, өте жоғары деңгейде көрсетуде. Баршаңызға, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еліміз әрқашанда көркейе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі іс-шара негізі өте қажет деп санаймын. Неге? Себебі жаңа көрермен ретінде отырмын, қасымдағы адамдар көптеген салт дәстүрді білмейді екен, көптеген мысал ырымдарды, тиымдардың мағынасын түсінбейді. Жай ғана мысалға жиен құрық дегенді не екенін білмейді. Сосын кейін байғазы мен көрімдіктің айырмасы білмейді. Сол үшін де бұл сосын сұрап жатыр, тек қана жас отбасылар арасында емес, мысалы орта жастағы жаңа отбасылардың арасында қажет нәрсе. Себебі қазір жаңағындай аузы дуалы, қазыналы қарттарымыздың өзі аз болғандықтан жаңағындай аталар, әжелер сайысы болса,
одан кейін орта жастағы отбасылар арасында сайыс болса өте керемет болар еді. Ұйымдастыру деңгейі енді қашанда шыны керек өте жоғары деңгейде. Себебі Тұрар апай өзі ұлттық құндылықтарды дәріптеуші болғандықтан, этнограф болғандықтан әр салт дәстүрдің, әр ырым тыйымның мән мағынасын жете түсіндіріп айтқанымен қоймай, жаңағы сайыс арқылы қаншама адамның ол есінде қалады. Сондықтан да бұл деген жыл сайын емес, негізі жылына 2-3 мәрте өткізіп тұрса артық болмас деп санаймын. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шараларға өте қуаныштымын. Балаларымызға қазақтың ұлттық дәстүрлерін саналарына енгізіп, келешек болашақтарға қазақтың салт дәстүрлерінің бәрін үйретіп, көрсетіп, кейін үлкейгенде, есейгенде өз ұрпақтарына жария ете алатындай қылып тәрбие беру, жалғастыру, сол біздің мақсатымыз. Бұл шара республика күніне орай өте керемет өтіп жатыр. Жас отбасылар салт дәстүрлер сайысы дейді. Бұл біздің бұрынғы қазақ өнерінің ұмытылып бара жатқан қазақ өнерін қазір қайтадан бір жаңғыру болып жатыр да, жаңғыртып осы кейінгі ұрпаққа көрсетіп жатырмыз. Барлық қатысушыларға табыс, сәттілік тілейміз.